Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде тәулік тынысы бағдарламасы жүргізушісі мен Бақжан Нұғманова. Бағдарламамыздың кезекті саны ұстаз ұлағатты есім тақырыбына арналмақ. Олай болса, студиямызға келіп жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта педагог Салтанат Мысырова. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Бағдарламамызды бастасақ, алғашқы сауалым мектептеріңіз жайлы ақпарат беріп өтсеңіз, және де қай мектепте қызмет атқарасыз? Мен өзім осы Семей қаласындағы нөмір 8-ші мектеп кешенінде бастауыш сынып мұғалімімін. Аты жөнім Майханова Салтанат Мысыровна болады. Жақсы, жалпы білім саласын таңдауыңызға не түрткі болды? Бұл білім саласын осы ұстаздық мамандықты өзімнің бала кездегі арманым болатын. Сол арманым мектеп бітіргеннен кейін өзімнің мектептегі ұстаздарыма еліктеп, өзімнің ұстаз апайымыз болды, Төлеузия Сапина деген, сол кісіге еліктеп өстім. Сол арманым мен осы Семей қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжға түстім. Одан әрі қарай Семей педагогикалық институтын бітіріп, осы мамандықпен қазір осы 8-ші мектепте 20 жылдан астам жұмыс істеп келемін. Тамаша. Жасөспірімдерге қарағанда кішкентай бүлдіршіндерді оқыту қиынға соқпай ма? Мен үшін бұл қиын емес. Өйткені өз мамандығын жақсы көрген әрбір ұстаз алдына келген өте, бізде мысалы бастауыш сыныпқа бала 6 жастан бастап келеді ғой. Оң солын білмей келген баланы әрі қарай қалай тәрбиелесең, сол бала солай кетеді. Ешқандай қиындық мен көрмедім. Осы уақытқа дейін керісінше баламен жұмыс істеген өте қызық. Өте жақсы. Биылғы оқу жылы қандай өзгерістермен есте қалды? Биылғы оқу жылының ерекшелігі енді ол тек Семей қаласындағы ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша білім министрінің бекітуімен қазір жылда 25 мамырда соңғы қоңырау болса, енді 1 маусымға ауыстырылуы. Одан кейінгі өзіміздегі мектебіміздегі жаңалық, мектеп басшысының ауысуы, одан кейін мектеп директоры Құрманғалиева Бақтыгүл Қаділбековнаның бізге басшы болып келуі, енді қазіргі өзгерістер біздің мектептегі осы деп ойлаймын. Жақсы. Ендігі сауалым, мектептерді таңдау барысы қалай жүзеге асады? Енді ол әрбір ата-ана сол мектепке жақын мөлтек аудандарды таңдайды, сол мектепті таңдайды. Не болмаса кадрларды ата-аналар өзінің таңдау құқығы бар. Әрбір бастауышқа келген, мысалы 1-ші сыныпқа келгенде ата-ана өзіне ұстазды бала таңдауға құқығы бар. Жақсы, ендігі сауалым, білім беру саласының құрметті педагогі атты республикалық байқаудың жеңімпазы атаныпсыз. Осы жөнінде кеңінен ақпарат беріп өтсеңіз. Рахмет. Бұл 7 сәуір күні Астана қаласында білім министрінің ақпараттық қолдауымен және білім өркениет инновациялық ғылыми зерттеуінің орталығының ұйымдастыруымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың біртұтас ұлт, берекелі қоғам, әділетті мемлекет атты халыққа жолдауын білім саласында насихаттау барысында осы байқау өтті. Осы байқауға республиканың әрбір аймағынан 500-ге тарта ұстаз өтініш берді. Сол өтініштің 100 ұстаз жеңімпаз атанып, сол байқауда өзімнің ғылыми зерттеу жұмыстарымды, одан кейін сабақ жоспарларымды, эссемді ұсынып, осы байқаудың жеңімпазы атандым, және 200 мың сертификатпен білім беру саласының құрметті педагогі деген төсбелгімен марапатталдым. Тамаша. Жақсы, кезекті сауалым, бүгінгі таңда балаға мейірімділікті, этиканы, қоғамдағы мінез-құлық нормаларын кімге үйрету керектігі туралы жиі даулар
туындайды. Үй немесе мектеп деп жатады. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Адамның жақсы болуы тегінде емес дейді, тәрбиесінде, ақылында, өнер, білімінде дейді. Адамға үш алуан мінез дейді, ата-анадан, ұстаздан және жанындағы құрбысынан, досынан шығады дейді. Сондықтан бірлесіп ата-ана мектеп болып бірлесе атқарып жұмыс жасау үлкен нәтиже береді деп санаймын. Жақсы, ендігі сауалым, оқушылардың өмірде табысты болуы үшін бойында қандай қасиеттерді дамыту керек деп санайсыз? Ең бірінші адамгершілік қасиеті болу керек, рухани бай болу, және білім, жауапкершілігі бәрі қажет деп ойлаймын. Жақсы. Ұстаздан шәкірт озар демекші, шәкірттеріңіз жайлы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Әрине, әрбір ұстаздың өзінің жемісі, бұл өзінің шәкірттерінің биіктерден көрініп жатса, осы жетістіктерді жетіп жатса, әрбір ұстаздың мақтанышы деп ойлаймын. Енді осы биылғы оқу жылында мен өзімнің сыныбымда қалалық ғылыми жобаға өзімнің оқушым Нұрбосын Нұрислам екінші орын алып, жүлделі орын алып жатырмыз. Енді бұның өзі мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Тамаша. Сұхбат соңында көрермендерімізге деген ізгі тілегіңіз болса мархабат. Барлық ұстаздарды, оқушыларды, ата-аналарымды, мектеп бітіргелі отырған, жаңа өмірге қадам басқалы отырған оқушыларды оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Мектеп бітіргелі отырған жас түлектер осы ең үлкен сын, алдағы бірыңғай ұлттық тестілеуден жақсы нәтижеге жетсе екен деп ойлаймын. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмысыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыз.